Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін өте бір керемет жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Мен 18 жылы алысып келген мынандай мінеки. Қараңыздар. Мынау август айындағы менің қолым. Мінеки осындай болды. Осыдан обострение берді бұл. Мынау көзіме түсіп бастаған кездері. Қараңыздар. Мынаның бәрі мен. Енді видеода қандай көрсетіліп жатыр, білмеймін сіздерге. Бірақ мынау мен мойныма түскен кезі, мынау көзім, мынау мойным, мінеки. Осылай болып кеттім мен деген. Кәдімгі қисайып қалдым. Осыдан Аллаға сансыз шүкір. Міне, бір Алла, әуел Алла, сонан кейін себепші қылып жіберіп тұрған мына бір өнім. Осының арқасында осындай нәтижеге жетіп отырмын. Осы өніммен таныстырғым келеді барлықтарыңызға. Бұл менің жанайқайым. 18 жыл ізденіп келдім. Осы кезге дейін қаншама баттар іштім, қаншама компанияларда істедім. Оларды неге мен осылай жарқырап шығып айта алмадым? Себебі өзім результат көрген жоқпын ондай. Мінекей, осы результатты, мына результатқа жеткен осы бір өнімнің арқасында барлықтарыңызға айтқым келеді. Dandelion компаниясының H2 магний водород өнімі. Бұның составында водород пен магний малат бар. Жалпы сіздер магний деген кездері қаншама магнийның түрін білесіздер. Магний ситрат бар, магний малат бар. Магний вещество ғана біледі екен, мен жалпы өзімші. Омега десе, омега 3-ді ғана біледі екенбіз. Омега 5 бар, омега 9 бар, омега 8 бар. Іздене берсең таба береді екенсің қазір. Ал маған көмектескен өнім мынау болды. Жалпы айтпағым осы болған менің. Бұл қан бастап тазалайды. Қанды сұйылтады, давлениені жөндейді, сақыр, инсульт, инфаркт алған кісілерге, инсульт алған кісілерге, бір жыл төсек тартып жатып қалған инсульт алған кісілер орнынан тұрып жатыр. Мына нерв тартып қалады ғой, ауыз қисайып қалады. Солар орнына келіп жатыр. Ағайын, сүйінші сұрап тұрып айтқым келеді. Қымбат болса да, жаның адам денсаулығынан өзіңнен артық емес. Мінекей. Мен мынау өнім арқылы осындай шипа тауып отырмын. Аллаға сансыз шүкір деп айтамын. Мен сияқты жаны қиналған жандар болса, мінекей алып ішіңіздер, көріңіздер. Сіздерге де ем болсын. Егер сіздерге де бір мәлімет осы жайлы керек болып жатса, хабарласыңыздар.